Есепті жылда өңіріміз өзін жаңа қырларынан танытып, облыстағы өзінің беделін бекемдей түсті. Олай деуімізге ауданда атқарылған қыруар шаруа мен көптеген келелістер дәлел бола алады. Сәл артқа үңілсек, жылдың басы думанды басталды. Себебі қаңтардың алғашқы күндері Ұшаралдың шығыс беткейінен орын тепкен 60 пәтерлі көп қабатты тұрғын үйде қоныс тойлар тойланды. Талай жылдардан бері баспана кезегінде тұрған жерлестеріміздің көзіндегі қуаныш, жүректеріндегі кіршіксіз алғыс жылдың табысты аяқталуының бастамасы болды десек те болады. Жыл бедерін бір сүзіп шықсақ, жеке кәсіпкерліктегі ірі жобалардың алғашқысы болып Бескөл ауылдық округінде балық өңдеу зауыты іске қосылды. 30 адамды жұмыспен қамтыған мекеме күніге 800 келі балық өңдеп, өңір экономикасының ілгерілеуіне өзіндік үлесін қосуда. Жағымды жаңалықтарды талапкер саябағының жөндеуден өтіп, жаңа кейіпте халықтың пайдалануына берілуі жалғастырды. Бұл демалыс орны Астана паркі мен жастар аллеясының сапын толықтырып, тұрғындардың тұрақты серуендейтін орнына айналды. Құбыласынан жаңылмаған қазақ халқы өзінің дәстүрлі дініне берік, шариғат жолындағы ұстанымына адал. Бұл жұрттың жақсылық құмарлығының алғашқы сатысы десек те болады. Рухани тұрғыдан сусындап, жаратқанға бір қадам жақындауға жол ашатын мешіт болса, өткен жылы Жұмахан Балапанов ауылында сәнімен салтанаты келіскен Алла үйі ашылып, бір қуанған едік. Жақсылықтың ізін суытпай, Ақши ауылында да руханият ордасы ашылып, ырғайтылықтардың дарысы артты. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың кенен саясатының арқасында бастама көтерген болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында да біршама жұмыстар жүргізілуде. Соның бірі биыл туғанына 175 жыл толап, ЮНЕСКО көлемінде торқалы той аталып жатқан Абай Құнанбайұлының мәрт тұлғасы тас тұғырға орнатылып, аты берілген мектептің ауласына ескерткіші орнатылды. Өткеннен сыр шертіп, ерлік пен елдіктің көрінісін әспеттейтін дүниелер қатары жазықсыз жапа шеккен репрессия құрбандарына арналған ескерткішпен толықтырылып, даңқ аллеясында орнықты. Өз үйім, өлең төсегім демекші, өңіріміздегі айтарлық дүниелердің ілкімсі, бақытты отбасы бағдарламасы негізінде көп балалы жанұяларға берілген баспаналар болды. Аталған жоба аясында аудан әкімі Әлібек Әскербекұлы 6 отбасыға жаңа баспаналардың кілтін ұстатып, осы жанұялардағы 40 балаға қуаныш сыйлаған еді. Ауданда жүзеге асқан ең ауқымды іс халықтың пайдалануына компьютерлік томографияның берілуі болды. Аптоник жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұйытқы болуымен 500 миллион теңгеге мемлекеттік жекеменшік серіктестігі арқылы ашылған томограф жұртшылыққа орасан зор пайдасын тигізуде. Мемлекеттің ең басты байлығы адам және оның денсаулығы екенін ескерсек, бұл осы бағыттағы айтулы қадам. Аудан тірегі болып отырған әр салаға жекелей тоқталсақ, аграрлық секторда 2019 жылы өндірілген өнім көлемі 45,6 миллиард теңгеге жетіп, өсім өткен жылғы деңгейден 122,8%-ға орындалды. Негізгі көрсеткіштерге қол жеткізу үшін 2019 жылы 84,7 мың гектар егіс алқаптары игерілді. Өткен жылы өнеркәсіп өнімінің көлемі 10 миллиард 248 миллион теңгеге жетті. 2019 жылы 29 миллиард теңгенің инвестициясы тартылса, оның 22 миллиард 688 миллион теңгесі бюджеттен тыс қаражат есебінен болып отыр. Аудандағы шағын және орта кәсіпкерліктегі субъектілер саны 3292 бірлікке жетті. Бұл салада жұмыспен қамтылғандардың жалпы саны 11,1 мың адамға артты. Осы бағытта 46 миллиард 300 миллион теңгенің қызметі мен өнімі өндіріліп, бюджетке 2,9 миллиард теңгенің салығы түсті. Өңіріміздің қарқынды дамып келе жатқан саласы туризм екендігі мәлім.
Қазіргі таңда Алакөл демалыс аймағында күніне 23.714 туристке қызмет көрсететін 249 демалыс орны жұмыс істейді. 2019 жылы өз қаражаттары есебінен 1291 орында 35 нысан қолданысқа беріліп, аудан экономикасына 2,6 миллиард теңгенің инвестициясы тартылды. Соның арқасында демалушылардың саны 1,340,000 адамға жетіп, 7 миллиард 951 миллион теңгенің қызметі көрсетілді. Аудандағы өзге де маңызды істерді шолып шықсақ, Ақбұлақ бағдарламасы аясында Қазақстан Жыланды ауылдарының ауыз су жүйелерінің құрылысы жүргізіліп, нәтижесінде орталықтандырылған ауыз су жүйесімен қамтылған елді мекендердің үлесі 85,7%-ға жеткізілді. Ауыл шаруашылығы саласына бет бұрсақ, өткен жылғы өзекті тақырып белгілі меценат Бауыржан Кеңесбекұлының ұйытқы болуымен Арқарлы ауылдық округінде 988 миллион теңгеге 20 мың басқа арналған асыл тұқымды жылқы фермасы мен Көлбай ауылдық округінде 800 миллион теңгеге ет өңдеу цехының ашылуы болып отыр. Өңіріміздің экономикасының шарықтауы мен жүздеген адамды жұмыспен қамтуға түрткі болған бұл нысандар бүгінгі таңда өз қызметін бір жүйеге келтіріп, қарымын арттыра түсті. Өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында 57 миллион теңгеге Ынталы ауылдық клубына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, 2020 жылы қолданысқа берілді. Сонымен қатар Жайпақ және Көктім ауылдарының демалыс саябағын ағымды жөндеуге 21 миллион теңге, Қамысқала, Жанама және Қызылқайың ауылдарының спорт алаңдарын ағымды жөндеуге 22,9 миллион теңге қаражат бөлініп, қолданысқа берілді. Жол экономикамыздың күре тамыры десек, ауданда автокөлік жолдары бойынша өткен жылы жергілікті маңызы бар жолдарға 770 миллион теңгеге 9 елді мекеннің 22 шақырым болатын 24 көшесі жөндеуден өтіп, пайдалануға берілді. Сонымен қатар, қазіргі таңда республикалық маңызы бар Үшарал Достық бағытындағы 184 шақырым және Талдықорған Қалбатау Өскемен бағытындағы 149 шақырым жол құрылысы жүргізілуде. Жаһандық бәсекелестік қарқынды дамып келе жатқан заманда ең алдымен білім сапасымен ғана алға шығатынымыз белгілі. Осы ретте аудандағы өткен жылы Мұхамедбай Мыңбайұлы атындағы және Көлбай орта мектебіне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жыл соңына таман бақытты отбасы бағдарламасы негізінде 19 жанұяға баспана беріліп, Қазтрансойл акционерлік қоғамы аудандық әкімдіктің маңайынан мұнайшылар аллеясын ашты. Қарап тұрсаңыз, жыл басы баспана кілтін табыстаумен басталып, соңында қоныс той тойлаумен тәмамдалды. Екі 2019 жылы ауданда жүзеге асқан жұмыстар легі осындай. Көз ілеспес жылдамдықпен дамып келе жатқан өңіріміздің 2020 жылға деген жоспарлары да ауқымды. Ендігі ретте жүйелі жұмыс пен береке бірліктің арқасында барлық межелерге қол жетіп, өңіріміз өркенді даму даңғылынан жаңылмайды деген сенімдеміз.